Өмір уақытқа тәуелді. Бүгін қызыңның алғашқы іңгәлағанын естідің. Ол қашан жүреді, қашан әке деп айтады деп шыдамсыздыққа берілесің. Міне, мектепке де баратын күн туды. Туған күнге сұрана бастады. Беймәлім соғылған телефондар көбейді. Бұғанасы қатпаған бүлдіршін бөтен баламен қол ұстасатын болды. Түнде кешігіп келіп жүр. Ал интернет болса, жалған сезімдерді оятып, не болып қалды? Жасанды түсік, қалайша ол өз-өзіне қол жұмсады? Бірақ сен біл, қыз тәрбиесі ұлт сапасының өлшемі. Уақытты артқа қайтарса, егер сен 7 жастан білімге баулысаң, оның әр қадамына, әр ойына сақ болсаң, жүрегіне имани тәрбиені сіңірсең, өзінің қымбат жан екендігін түсіндірсең, ұлт тәрбиесінің ұлы тетігін таптың. Менің өміріме араласпа деген сөзді естімес бұрын, оның өміріне аралас. Ол сенің көзіңде ғана нәресте. Қыз жауһар тәріздес. Әркімнің одан дәмесі бар. Оған бұзақының қолы жетпейтін қорған керек. Ол қорған орамал. Қызыңның ана болу институтын меңгергені оның бақытының көзі. Салиқалы қыз ғана ұлт болашағын баянды ете алады.